елу ертегі және 70 жұмбақ. Жүсіп мерген. Бір күні Жүсіп шиті мылтығын алып келе жатса, бір ағаштың басында қара құс отыр екен. Жүсіп атайын деп оқтала бергенде, қара құс: «Мерген, сен мені атпай-ақ қой», дейді. Әуелі таң қалған Жүсіп аз ойланып: «Осы қара құстың тірі жүргеннен өлгені артық болар», деп атуға екінші рет оқталды. Қара құс тағы да: «Мерген, мен атпай-ақ қой», дейді. Жүсіп тағы да ойланып, үшінші рет қара құсты қарауылға алғанда: «Мен сенің қолыңа қонайын, сен мені бақ», дейді. Жүсіп құстың айтқанын жасайды. Бір күні қара құс Жүсіпке: «Сен арқама мін, орманға апарайын», дейді де Жүсіпке арқасын тосады. Жүсіп құстың арқасына отырып, қалың тоғайға келеді. «Сен осының ішінен бір үлкен ағаш таңда», дейді қара құс. Жүсіп көрсеткен ағашқа қара құс қонады да ағашты сілкілейді, бірақ оған ағаш сына қоймайды. Сонда қара құс: «Мені әлі де бақ», дейді. Жүсіп құсты 2 ай бағып қайта әкелгенде, Жүсіптің таңдаған ағашы шорт сынады. Сонда қара құс: «Сен менің арқама мін», деп әмір етеді. Жүсіп қара құсқа мініп аспанға ұшады. Қара құс аспанға шарықтап бір теңіздің үстіне келе бергенде, Жүсіпті тастап жібереді, суға жақын келгенде іліп әкетеді. Екінші рет жанып жатқан өрттің үстіне тастап жіберіп, отқа жақын қалғанда іліп әкетеді. Үшінші рет құздың үстіне тастайды да тасқа жақын қалғанда іліп әкетеді. Сонда қара құс бір төбеге қонып Жүсіптен: «Сен жаңағы судан, өрттен, таудан қорықтың ба?» деп сұрайды. «Қорықпағанда ше, жаным көзіме көрінді», дейді Жүсіп. Көзіңе көрінсе, мен әуелі атам деп жанымды көзіме көрсеткенсің. Ал, Жүсіп, осы төбенің етегінде менің елім бар. Соған сен барып, әкемнен сүйінші сұра. Менің мұндай халге жеткенімді, соғыстан қолымнан аяғымдан айырылдым. Мені Құдай осындай халге жеткізді. Сен әкеме барғанда қанша мал берем десе де алма. Тек кішкентай қызыл сандық бар, соны алам де», дейді. Осы сөз бойынша барған Жүсіп құстың айтқанын айтады. Әкесі сонда: «Жан дегенде жалғыз баламнан аяғанымды ит жесін», дейді де сандықты береді. «Бірақ сен бұл сандықты ашпа, ашсаң көп қиындық көресің», дейді. 40 күн ойын, 30 күн тойын жасағаннан кейін қара құстың әкесі 40 уәзірін ертіп, Жүсіпті еліне аттандырыпты. Жүсіп бір аралға келгенде ол: «Осы сандықта не бар дейсің?» деп ашып келіп қалса, сол бойда бірдеме жалт ете түседі. Жүсіптің үстіне алтын мұнара тігіле қалады. 40 уәзір 40 жерден жүрлеп айғайлапты. Жүсіп жүре алмайды. Жүре алмай жылап отырған Жүсіптің қасына бір мыстан кемпір келіп: «Үйіңе барғанда, үйіңде сен танымайтын бір бала бар, соны осы аралға әкеп тастап кет», деп бұйырады. «Жарайды, әйтеуір осы үйдің қайтадан сандыққа салып бер», деп жалынады Жүсіп. Мыстан келісіп, үйді сандыққа салып береді. Көп кешікпей Жүсіп үйіне келеді. Үйінде өзі кеткеннен кейін туған баласы бар екен. Баласының аты Серік екен. Жүсіп сол Серікті әлгі аралға тастап кет деп 40 уәзірге қосып жібереді. 40 уәзір жолда аралға тастап кеткеннен кейін Серік жылап отырса, мыстан келіп: «Балам, жылама. Судың ортасына барып бойлап қолыңды серме. Сонда қолыңа есіктің тұтқасы ілінер. Сол есікті аш та жүгіре бер. Алдыңнан тағы бір есік шығар. Сол есікті ашсаң, алдыңнан хан шығар. Сол саған бір жұмысты тапсырар», дейді. Мыстанның айтқанын Серік мүлтіксіз орындайды. «Хан, бүгін тынық, ертең бір жұмыс тапсырамын», дейді. Ертеңіне Серікке ұшы қиыры көрінбейтін бидайды таң атқанша орып бер деп бұйырады хан. Сол кезде ханның 5 қызы бар екен. Ең кішісі Серікпен жасты екен. Серік жылап отырса: «Сен неге жылайсың?» дейді қыз. Серік қызға жайын айтады. Сонда қыз тұрып: «Сода сөз боп екен.
екеуміз орып келейік. Қыз барады да 5 бауға толтырып дегенше орып тастайды. Ертеңіне хан Серікті далаға ертіп шығады. Дала алай-дүлей жел екен. Сол желге барып тарының ұшырда таң атқанша жина деп бұйырады. Серік қызға келеді. Қыз екеуі тарыны лезде 5 қапқа жинап алып, аузын буып қояды. Енді хан ат үйрет дегенде Серік қуанып кетеді. Сонда қыз: "Ол тағы саған үйретуге қиын түседі. Сен мына 2 шоқпардың біреуін ал. Үстіне мінгенде ат көкке ұшады. Сонда сен осы шоқпармен атты бастан ұр. Ол сенің ұрғаныңа қарамастан қолың талар. Бірақ қолыңның талғанына қарама, ұра бер. Егер ұрмасаң, сол аттың үстінде өлесің", дейді қыз. Серік қыздың айтқанын дәл орындайды. Серік ертеңнен хан ордасына келсе, ханның басы көкпеңбек болып ісіп кеткен екен. Бұған себеп кешегі ат жүрген ханның өзі еді. Қызының Серікке көңіл қосқысы келетінін аңғарып, хан Серікке: "Енді 5 ат келеді. Соның ішінен таңдағаныңды ал", дейді. Таң ата 5 ат келеді. 4-еуі тұлпар, 1-еуі ақсақтай. Серік ақсақтайға жабысады. Хан тұрып: "4 тұлпардың 1-еуін алмай тұрып, ақсақтайды неге аласың?" дегенде Серік: "Өзім жаман адаммын, маған жаман ат жарайды", деп жауап береді. Енді 5 қызын хан жерге көмеді де: "Осы қыздардың сүйген қызыңды тауып ал", дейді. Серік іздеп бір жерді қазса, өзінің сүйген қызы Гүлбаршын шығады. Бұл баяғы өзіне көмектесетін ханның кіші қызы еді. Хан Серік пен Гүлбаршынды қосады. Гүлбаршын асқан сиқыршы болады. Бір күні Серік елін ойлап қамығып отырғанда Гүлбаршын: "Неге қамығасың?" дейді. Серік елін сағынғанын айтады. Қыз сонда: "Жолға даярлану керек", деп жол жабдығына кіріседі. Бір күні кешке Гүлбаршын екеуі қашып кетеді. Кетерде Гүлбаршын шынашағын кеседі де жататын жеріне бір шығатын есікке бір қан тамысып кетеді. Таңертең хан қызметшілеріне: "Күйеу баланы шақырып кел", дейді. Қызметші келіп: "Жаңа киініп жатыр", дейді. "Екінші рет жуынып жатыр", дейді. "Үшінші рет келе жатыр", деп хабарлайды. Күте келмеген соң хан өзі келсе, манағы қызметшісінің көріп жүргені Гүлбаршынның қаны екен. Қызының қашып кеткенін білген соң хан 40 уәзіріне қызын қудырады. 40 уәзір Серікке жақындай бергенде Гүлбаршын қызғалдақ, 2 ат қой, Серік қойшы болып қалады. 40 уәзір қайта қуғанда Гүлбаршын ат мола, Серік молда бола қалады. Уәзірлер қашқан қыз бен күйеуді ұстай алмай қайтып келеді. Келіп көргендерін ханға айтады. Хан енді өзі іздеп шығады. Хан Серікке жақындайды. Сонда Серік қасқыр аттар су бола қалады. Хан келіп суды іше бергенде қасқыр келіп жалап кетеді. Хан сол кезде 40 уәзіріне: "Қой, бұл қыз бір жарылған жұмыртқа болар", деп үйіне қайтады. Серік пен Гүлбаршын сөйтіп өзінің дегеніне жетеді.